Эфирде кино-бизнес бағдарламасы. Алдағы 25 минут ішінде киноиндустрия әлеміндегі тың жаңалықтар жайында. Сондай-ақ Мори Соблазна психологиялық триллері мен Холмс и Ватсон комедиясы және продюсер Баян Алагөзованың тағдыр бекеті мелодрамасы сынды аптаның басты премьераларын талқылайтын боламыз. Студияда Алмас Тоғай бүгінгі бағдарламада. Қазақстандағы кассалық жинақ бойынша өткен аптаның топ 5 фильмі. Киану Ривз басты рөлді сомдайтын Джон Уик 3 боевигінің трейлері шықты. Охотники за привидениями картинасының жалғасын кім таспаламақ? Кино-бизнес бағдарламасында қонақта актриса Әсел Қалиева. Бағдарлама басында әдеттегідей бокс-офис айдары. Назарларыңызға өткен 7 күндегі қазақстандық кинопрокаттың үздік 5-тігін ұсынамыз. Ладно. 5-ші орын «Начни сначала». Фильм режиссері Питер Сигал. Картинада басты рөлді әйгілі әнші Дженнифер Лопес сомдаған. «Начни сначала» комедиясы көрсетілімнің 2-ші аптасында 10 миллион теңгеге жуық табыс тапты. 4-ші орын «Крид 2». 2015 жылғы драманың жалғасы боксшы Адонис Крид туралы. Сиквелдің сценарийсі әрі продюсері ретінде Сильвестр Сталлоне еңбек етті. Спорттық драма 2-ші аптада 12 миллион теңгеге жуық пайда түсірді. 3-ші орын «Путь домой». Хатико және собачья жизнь фильмдерінің стилінде жарық көрген жаңа отбасылық драма прокаттың 2-ші аптасында 18 миллион теңге табыс көрді. 2-ші орынға шынайы танк жұмылдырылған Т-34 әскери тарихи драмасы жайғасты. Әскери темір тұлпардың ержүрек экипажы туралы оқиғаның экранизациясы көрсетілімнің 3-ші аптасында 95 миллион теңге еншіледі. 1-ші орын «Стекло». Режиссер Найт Шьямаланның «Неуязвимый» және «Сплит» киноәлемдерін біріктіріп, мистикалық трилогияны қорытындылаған туындысы премьералық аптада 168 миллион теңге табыс көрді. Тебе некуда бежать. Правление кланов хочет твоей смерти. Ғаламтор желісінде Джон Уик 3 картинасының трейлері жарыққа шықты. Бұл жолы көп сөйлеуді білмейтін киллер Киану Ривз өз мүддесі үшін күреспек. Лентаның режиссерлік тізгінін Чет Стахелский қолына алған. Ол болған дейін франшизаның 2 бөлімін таспалаған еді. Сценарий авторы Дерек Колстад. Картинадағы өз рөлдерін сомдауға Лоуренс Фишберн, Лэнс Греддик пен Руби Роузда қайта оралды. Ал Хироюки Санада жапондық қылмыстық әлемнің көшбасшысын ойнайды. Сюжет бойынша ассасиндердің құпия ұйымының ар кодексін бұзған Джон Уик енді қуғынға ұшырайды. Оның басы үшін 14 миллион доллар сыйақы тігіледі. Енді әлемнің ең жауыз әрі үздік қанішерлері оның ізіне түседі. Вот мы и начинаем. Фильмнің тұсаукесері 16 мамырға жоспарланған. Режиссер Әнуар Маджанов кино по понятиям атты жобаға кірісті. Әсел Садуақасова мен Асқар Бейсенбин продюсер ретінде қызмет атқарып, картинада өз рөлдерінде сомдамақ. Қызықты комедияда Әсел Садуақасова есімді продюсермен жұмыс істеуді армандайтын жас режиссер оның қабылдауына келеді. Бірақ ол оқыстан қарақшылар отыратын кабинетке тап болады. Осы сәтте құқық қорғаушылар олардың бәрін тұтқынға алады. Қылмыстық топтың жетекшісі өзінің кино түсіргісі келетінін айтады. Осылайша бұзықтардың қысымымен басты кейіпкер кино по понятиям атты фильм түсіруді бастамақ. Таяуда ғана Семенин лентасын таспалаған Фархат Құлбаев аталмыш комедияда алғашқы фильмін таспалайтын жас режиссердің рөлін сомдамақ. Картинада Асан Мәжит пен Мейіржан Төребаева ойнайды. Туынды 21 наурыздан бастап үлкен экрандарға шығады. Я оставляю свою квартиру, дом, сбережения тому человеку, который отгадает мою загадку. С головы до ног полностью. И все? Нет.
Здесь есть какая-то карта с какими-то надписями, линиями. Режиссер және продюсер Нияз Әбдіғапар 2 жыл бұрын «Путешественник начала» фильмін таспалауға кіріскен еді. Картина ақпан айынан бастап үлкен экрандарға шығады. Лентаның сюжетінде саяхатшы қарт о дүниеге аттанбас бұрын өз немерелеріне мұра қалдырып кетеді. Атадан қалған мұраға иелік ету үшін олар түрлі жұмбақтардың шешімін табуы тиіс. 6 бірдей мұрагер атасының алғашқы құпиясын ашамыз деп, оның үйінде құрылған тұзаққа тап болады. Фильмдегі басты рөлдерді Мұрат Бейсенбин, Ғани Әжікенов, Мөлдір Мекенбай және басқалар сомдайды. Сонымен қатар Қайрат Темірғали фильмге қоюшы режиссер болса, идея авторлығы Баубек Бекішевке тиесілі. Шытырман оқиғаға толы фильм ел кинотеатрларында 28 ақпаннан бастап ұсынылады. Кандалы и ядро, прикованные цепью к ноге день и ночь. И так 19 лет. Хабар телеарнасында «Отверженный» атты британиялық телесериалдың премьерасы өтті. Телехикаяның бірінші маусымының тұсауы британиялық премьерамен қатар кесілді. Сериал эфирге әр дүйсенбі сағат 22:30-да шығады. 6 бөлімнен тұратын сериал Виктор Гюгоның әйгілі романының британиялық нұсқасы болып табылады. Картина режиссері Том Шенкленд, ал сценарий авторы Лев Толстойдың романы желісі негізінде түсірілген «Война и мир» сериалынан танылған Эндрю Дэвис. Басты кейіпкердің рөлін 300 спартанцев, Ганнибал восхождение фильмдерінен кейін танымалдылыққа ие болған Доминик Уэст, инспектор Жавердің рөлі болса, «Восстание планеты обезьян» картинасына тер төккен Дэвид Ойлоуға бұйырған. Ал Фантинаның образында «С любовью Рози» романтикалық комедиясының жұлдызы Лили Коллинс ойнады. Джуно және «Здесь курят» ленталарының қойшысы Джейсон Райтман енді «Охотники за привидениями»дің режиссері атанбақ. Райтман жобаның сценарийін Гил Кинамен бірлесе жазып шыққан. Райтманның тың туындысы 1984 жылы әкесі Айвен Райтмен түсірген түпнұсқа фильмнің жалғасы болмақ. «Охотники за привидениями» фильмінің 3-ші бөлімінде өз рөлдеріне Билл Мюррей, Дэйн Эйкройд пен Эрни Хадсон қайта оралмақ. Лентаның сюжеті жайлы нақты ақпарат жоқ. Әзірге аса құпия түрде жазылған сценарийдің толық біткендігі ғана белгілі. Студия осы жылдың жаз маусымынан шытырман туындыны таспалауға кіріседі. Картинаның тұсаукесері 2020 жылға жоспарланған. Отандық тың туындыларға толы қаңтар айы киносүйер қауымды ерекше қуантып отыр. Кезекті картиналардың бірі алдағы аптада прокатқа шығады. Тағдыр бекеті мелодрамасы. Бұл 1993 жылы жарық көрген махаббат бекеті картинасының жалғасы. Сиквел режиссері Сиситай мюзиклының, классастар брат или брак комедияларының қойшысы Ернар Нұрғалиев. Картинада жас актерлер Асқар Ильясов пен Әйгерім Мақсұтовадан бөлек жобаның бас продюсері тізгінін алған Баян Алагөзованы да көруге болады. Кинобизнес бағдарламасының түсірілім тобы аталған фильмнің Алматыда өткен премьерасында болып қайтты. Фильм өткен жылдың маусым айында Алматы қаласы мен Алматы облысындағы Сарыөзек ауылында түсірілген. Басты рөлдерді жас актерлер Асқар Ильясов пен Әйгерім Мақсұтова сомдаған. Асқар Ильясов киноиндустрия саласында жаңа жаңған жұлдыздардың бірі. Талабы таудай жас өнерпаз, бұған дейін Алтын Орда телехикаясы, Данила Козловскийдің тренер фильмі сияқты танымал кино туындыларда өнер көрсетіп үлгерген. Асқар Астана, Алматы, Мәскеу қалаларының арасында жүріп еңбек етеді. Өзінің ресми түрде жұмыс істейтін сатира театры жазғы демалысқа кеткенде ол туған
туған өлкесіне келіп отандық жобаларға қатысуға тырысады. Тағдыр бекеті Асқардың қатысуымен түсірілген 3-ші қазақстандық картина. Актердің айтуынша, режиссер Ернар Нұрғалиевтің тың туындысы ерекше шабыт сыйлаған. Я не знал вообще о том, что... Мен бұл фильмнің алдыңғы бөлімі болғанын білмейтінмін. Маған жіберген сценарийді оқығанымда тың және мүлдем ерекше жұмыс болып көрінді. Сондықтан маған сценарий және менің кейіпкерім өте ұнады. Ең алдымен мені қызықтырған оның білікшілікке жақын мінезі мен романтикалық қасиеті. Негізімен ойнаған образ менің шынайы мінезіме мүлде ұқсамайды. Ладно я, она тут при чем? Ее-то за что обидел? Может быть, я в первый раз в жизни влюбился, а ты пришел и все испортил здесь? Әйгерім Мақсутова дебютант актриса. Оның портфолиосына тек музыкалық бейнеклиптер мен журналдарға арнап жасалған фотосессиялар ғана. Көк көзді ажарлы ару Баян Алагөзовамен 17 жасында кастинг кезінде танысқан. Сонда ол Айдана Меденова және Кәмшат Жолдыбаевамен бірге Кешью тобының мүшесі болуы бек мүмкін еді. Бірақ тағдырдың тағайындағаны басқа болып шықты. Есесіне алғашқы толық метражды фильмнен кейін қазір Әйгерімнің қолы толассыз келіп жатқан ұсыныстарды қарастырудан босар емес. Біз комедиялар арқылы эмоцияларға бөленуді әдетке айналдырдық, ал біз басқа малды қолданамыз деп шештік. Меніңше, екі ортаны ұстаған дұрыс, себебі қазір комедиялар көп болып кетті. Біз тәуекелге бардық, көрермен мелодрамаға келе екен, жоқ па екен деп тексеріп көрдік. Егер осы фильм ықыласқа бөленіп, көпшілікке ұнап жатса, келесі жылы мелодрамалар көптеп түсіріле бастайтынын толық сеніммен айта аламын. 23 жастағы жұмыссыз Ұлан есімді жігіт өзінің кезекті бұзықтық ісінен соң полициядан қашып пойыздың купесінде бой тасалаймын деп Гүлназ есімді жолаушы қызға ғашық болады. Екеуінің арасында махаббат оты тұтанады. Ол Ұланның өмір бойы іздеген нәзік аруы болып шығады. Гүлназ да жігіттің бойынан өз аңсаған еркіндікті көреді. Гүлназ бен Ұлан тағдырдың екеуіне арнаған тосын сыйлары мен сынақтарынан мүлде бейхабар еді. Олар түрлі қиындықты еңсеріп, ата-аналардың өткен өмірінің ақысын қайтармақ. Сонда да қос ғашық махаббаттарын сақтап қалу үшін барын салып күресуге даяр. Ваше Величество, позвольте представить. Величайший детектив всех времен Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон. Я вас люблю, Ватсон. Вот эта красотка! Выглядит сногсшибательно. Шерлок Холмс. Его методы изобретательны. Вот оно. Он мастер перевоплощений. Әйгілі детективтер Шерлок Холмс пен доктор Ватсон туралы оқиға соңғы 10 жылда 3 негізгі экранизацияға ие болды. Олар Гай Ричидің Шерлок Холмс блокбастері мен Шерлок және элементарны телесериалдары. Ал бұл жолы режиссер әрі сценарист Этан Коэн қатаң мінезді зияткер тыңшыларға шамалы еркіндік беріп, сюжет желісіндегі әзілдің үлесін көбейтуді жөн көріпті. Сәйкесінше Шерлок пен Ватсонның рөлдерін Уилл Феррелл мен Джон Си Райли сомдайды. Бұл актерлердің бірге өнер көрсетіп жатқан 3-ші жобасы. Бұған дейін олар Рики Бобби, Король дороги және Сводные братья фильмдерінде тер төккен болатын. Что ты сделал с Шерлоком? Это же я. Поразительно! Сонымен қатар картинада Райф Файнс, Хью Лори, Келли Макдональд пен Ребекка Холл ойнайды. Лента әйгілі Артур Конан Дойлдың шығармасына негізделген және комедияға икемделген ағылшындық өзге классикаларға мүлде ұқсамайтын туынды. Сюжеттің басты кейіпкерлері тағы да әйгілі детективтердің жұбы. Олар әлем бойынша түрлі дұшпандарына тап келмек. Раскройте это дело. Ваше Величество, можно с вами сфотографироваться? Ватсон? Кто будет нас фотографировать? Я сам. Это типа сними себя сам. Эй, детка! Эй, детка! Сондай-ақ осы аптада Лок фильмі мен Острый козырьки телехикаясының режиссері Стивен Найттың Море соблазна психологиялық триллері үлкен экрандарға жол тартады. Фильм Үнді мұхитының Маврики аралында түсірілгендіктен көрермендерді әсерлі, әсем кадрлар мен шытырман оқиғалы сюжет күтеді. Басты рөлдерді Оскар сыйлығының иегерлері Мэтью МакКонахи және Энн Хэтэуэй сомдаған. Говорят, в таких местах ничего невозможно скрыть. Но что, если это всего лишь видимость? Уверен, сегодня тебе повезет. Да, время пришло. Я чувствую.
наступил тот самый день. Фильмнің сюжеті Бейкер Дил есімді балық аулайтын кеменің капитаны жайлы сыр шертеді. Ол Кариб теңізіндегі аралдың біріне ат шалдырып, өзінің өткенімен қоштасуға ниетті. Оның бұрынғы әйелі Карен таяуда ауқатты азаматқа тұрмысқа шығып, енді екеуінің алғашқы некеден туған баласымен Майамидегі хан сарайында тұрып жатыр. Бірақ оның бұрынғы әйелі аяқ астынан өзін жаңа күйеуінен құтқаруды сұрайды. Араша тілеген әйелдің қазіргі жұбы барып тұрған қатыгез адам болып шығады. Оқиғаның қалай өрбейтінін көпшілік ел кинотеатрларынан көре алады. Я дам тебе 10 миллионов долларов, если ты скормишь моего мужа акулам. Да, звонил один тип. Доктор вроде. Ему нужен водила. Возьмешься? Я доктор, но не врач. Я музыкант и отправляюсь в концертное турне по Южным Штатам. Какой еще опыт у вас есть? Связи с общественностью. Не ожидаете ли вы проблем от работы на черного? С тобой? На юге? Какие проблемы? Обещай, что будешь писать. Куда же я денусь? Сондай-ақ осы аптада еліміздің барлық кинотеатрларынан «Тупой и еще тупее» дилогиясын таспалаған режиссер Питер Фарреллидің «Зеленая книга» трагикомедиясын көруге болады. Режиссер комедия жанрынан академиялық кино бағытына ауысып, өзін сынап көрді. Картинадағы негізгі рөлдер Вигго Мортенсен мен аталған фильмде актерлік шеберлігі үшін алтын глобус алып үлгерген Махершала Алиге бұйырған. Картинадағы хикая 1962 жылы өрбейді. Итало-америкалық тегі бар Тони Валилонга есімді қарақшыны белгілі афроамерикалық пианист Дон Ширли өзінің сапарына жүргізушілік қызметке алады. Дүниетанымдар екі бөлек, олар ақштың оңтүстік өңірлерін бірге аралауға мәжбүр. Жол жөнекей олар афроамерикалықтар үшін қауіпсіз аймақтар көрсетілген жасыл кітапты өздеріне нұсқаулық етеді. Бұл саяхат қос кейіпкердің де өмірін өзгертіп, дүниетанымдарын кеңейте түспек. Киносыншылар бұл фильмді өте жоғары бағалаған. Мамандар басты рөлді сомдаған актерлердің шеберлігі мен тамаша сценарийге таңданысын жасырмады. Бетховена каждый может сыграть. Но твоя музыка, то, что ты делаешь, это можешь только ты. Келесі аптада «Тренинг личностного роста» атты жаңа отандық драма прокатқа шығады. Фильм режиссері «Сказ о розовом зайце» картинасынан танылған Фархат Шарипов. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы аталмыш картинадағы басты рөлдердің бірін сомдаған Әсел Қалиева. Ендеше сөз кезегі әріптесім Бекболат Уәлиевте. Сегодня в гостях кинобизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы актриса «Побег из аула. Операция Махаббат» класстастар фильмдері мен «Тренинг личностного роста» драмасының жұлдызы Әсел Қалиева. Студиямызға қош келдіңіз, Әсел. Шақырғандарыңызға рахмет. Әсел, әңгімемізді класстастар картинасынан бастасақ. Фильм продюсері Әсел Садуақасовамен және режиссермен бірге жұмыс істеген қалай екен? Очень интересный проект, такой неоднозначный, где... Өте қызықты жоба. Онда Әсел де, Ернар да өздерін жаңа жанрда сынап көрді. Маған ұнаған себебі фильмдегі әзілдер ересектерге арналған. Әселдің жоба продюсері ретінде көздегені де сол болатын. Яғни көрермендердің жас санаты 30-дан асқандар. Оқиға желісі бойынша 15 пен 18 жыл бұрын мектеп бітірген адамдар кездеседі. Әрқайсының өз өмірлік тарихы бар. Менің кейіпкерім маған қатты ұнады. Себебі ол қанша жыл өтсе де, ішкі жан дүниесі тура мектептегі күйінде сақталып қалған. Менің кейіпкерім бала кезінде толық, үн-түнсіз жүретін қарапайым қыз болған. Алайда араға 15 жыл салып, ол арықтаған, өзіне сенімді ару қыз болып шыға келеді. Ол қоршаған ортасына, сыныптастарына, басқа қырынан таныла бастайды. Мұның барлығы маған күлкілі көрінеді. Түсірілім жұмыстары қыста өтсе де, біз жасанды боран жасадық. Ол өте жағымсыз әсер қалдырады. Осы тұсы қиындықтар туғызды. Жасанды боран дегеніміз пластмассадан жасалған майда қар ұшқындары. Ол бетіңе тигенде ерімейді. Керісінше инемен шаншығандай сезімде боласың. И как это все, что я должна была при этом чувствовать. Біздің көрермендер әр интервью сайын актерлердің қандай қиындықтарды басынан өткеретіндерін біліп жатыр. Артистер аптап ыстықты, шытнаған аязды да шыдаған кездері жайлы айтқан еді.
Ну, актеры, это же такой народ. Актерлар негізі шығармашылық экстримді жақсы көреді. Ал егер ол эксперименттерді оларға дейін ешкім жасап көрмеген болса, тіпті риза болып қалады. Актер остается довольным. Теперь давайте поговорим немного... Енді режиссер Фархат Шариповтың «Тренинг личностного роста» картинасы туралы сөйлесейік. Бұл Фархаттың «Сказ о розовом зайце» фильмінен соң алған ұзақ үзілісінен кейін қайта оралуы. Сіздің де экранға қайта оралуыңыз деуге болады. Фильм тоже является неким возвращением на экран. Я, солай деп те айтуға болады. Сіз декреттік үзілістен кейін қайта оралдыңыз. Фархатпен бірге бір түсірілім алаңында еңбек еткен қаншалықты қиын болды? Ну, мне кажется, для меня, из всех актеров, кто принимал участие в этом проекте... Меніңше, бұл жобаға қатысқан актерлардың барлығына түсірілім процесі өте оңай болды. Себебі бұл менің декреттік демалысымнан кейінгі алғашқы жобам болғандықтан. Мен түсірілімнің тез арада, яғни түсірілім күндері қатарынан болғанын сұрадым. Продюсерлер мені қолдап, барлық жағдайымды жасады. Ал Фархатпен мен бұл жобаға дейін тіпті таныс емес едім. Ешқашан кездескен де жоқпыз. Мен онымен бірінші рет осы жобада таныстым. Кастинг кезінде мен Фархаттың көздеріне қарап рөлге бекітетінін сездім. 2 жылдық үзілістен кейін бірден толық метражды фильмге түсуге мүмкіндік туғанына мен қатты қуандым. Әрине, мен өзім де жан тәніммен осы фильмге бекітсе екен деп тіледім. Сюжет желісі бойынша басты кейіпкер үнемі көңілсіз, депрессиялық күйде жүреді. Ал менің кейіпкерім тұңғиық мұңның ортасына жеңіл бірлеп әкеледі, лирика қосады. Айтпағым, менің кейіпкерім бас кейіпкермен салыстырғанда сүйіспеншілік сезімін тудырады. Ну, скажем так, симпатию между моей героиней и главным героем. А вот сейчас... Қазақстандық режиссерлердің ішінен кімнің еңбектерін ерекше атап өтер едіңіз? Кімнің фильмдерін сүйсіне қарайсыз? С удовольствием смотрите. Ну, на первом месте, я не знаю, наверное... Бірінші кезекте Ернар Нұрғалиевті атап өтер едім. Бірақ туысқандық қатынас үшін емес, біраз жылдардан бері фильм түсіріп жүрсе де, оның расымен де ерекше көзқарасы бар. Менің сүйікті фильмім Сиситай тіпті мен түскен кластастар емес, себебі Сиситай еуропалық стильде, мүлдем басқа деңгейде түсірілген. Картинаға қарасаңыз, Парижде немесе Италияның әсем қалаларының бірінде түсірілген деген ой келеді. Оған қоса, сюжет желісі өте күрделі. Мюзикл жанры жалпы жеңіл емес. Мен тіпті екінші рет көруге итермелейтіндей Голливудтық туындыны да мысалға келтіре алмаймын. Өте сапалы, өте тартымды түсірілген. Фильмов, даже голливудских, я видела, которые я могла бы посмотреть, например, второй раз. Ну и в завершение... Сұхбат соңында сұрағымыз келгені. Әсел Қалиеваның ойынша 2018 жылдың қазақстандық топ 3 фильмі. Олардың қатарында біз Сиситай бар екенін білеміз. Ал қалғандары ше? Мы уже знаем, что это Сиситай. Яғни, маған ұнаған топ 3 фильм бе? Я, ерекше ұнаған туындылар. Сиситай бірінші орында тұр. Маған тағы өте ұнаған фильм, ол мен кинотеатрдан емес, ғаламтордан көрген «Бизнес по-казахски» туындысы. Ол қай елде түсіріліп еді? «Бизнес по-казахски» в Америке ме? Екінші бөлімі? Я. Сондай-ақ маған Айгүл Ақсанбаева түсірген қысқа метрлі фильм ұнады. Ол айтпақшы, сол туындысы үшін гран-при алған болатын. Осы 3 фильмді айтар едім. Олар бір-біріне ұқсамайтын жанрларда түсірілген. Әсел Қалиеваның талғамының жан-жақтылығын дәлелдейтіндей тұжырымға келдік. Бүгін бізде қонақта болған актриса Әсел Қалиева ханым екенін естеріңізге сала кетейін. Әсел, келгеніңізге көп рахмет. У нас была очаровательная актриса Әсел Қалиева. Спасибо, что пришли. Рахмет, сау болыңыздар. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кино-бизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз «Семья по-быстрому» комедиясы мен Фархат Шариповтың «Тренинг личностного роста» драмасы туралы әңгімелейтін боламыз. Сонымен қатар «Брат или брак 2» комедиясының режиссері Әлішер Утевпен сұхбат құрамыз. Келесі аптада амандықпен жүздескенше.